Барлықтарыңызға ассалаумалейкум. Бүгінгі тақырыбымыз екі фатха тәнуин, яғни әріптерден екі сызықша келсе жуан әріптерде ан, ал жіңішке әріптерде ән дыбысымен оқылады. Ал бисмиллах бастайық. Изән, изән. Түсінікті болған ғой, иә? Әбәдән, әбәдән. Мәсәлән, мәсәлән. Роғадан, роғадан. Қадиран, қадиран. Уже жуан ан болып оқылды. Алиман, алиман. Рахиман, рахиман. Кәбиран, кәбиран. Динан, динан. Нуран, нуран. Нарон, нарон. Мәродан, мәродан. Мынау ро әрпі бізде. Мәродан. Ғазабан, ғазабан. Әлиман, әлиман. Китабан, китабан. Қалилан, қалилан. Сәманан, сәманан. Түсінікті, енді нун әрпі. Куфуан, куфуан. Ықылас сүресіне куфуан ахады дейді. Сол сүредегі куфуан. Рисқан, рисқан. Мәән, мәән. Хасанатан, хасанатан. Шәжаротан, шәжаротан. Халифатан, халифатан. Муташабихан, муташабихан. Шарран, шарран. Джами'ан, джами'ан. Бина'ан, бина'ан. Амватан, амватан. Осымен сабақ аяқталды. Барлықтарыңызға ассалаумалейкум.